Қайырлы күн, Жанашыл ұстаз YouTube арнасының көрермендері. Бүгінгі сабағымызда идентификациялау және аутентификациялау әдістері тақырыбын талқылайтын боламыз. Негізгі ұғымдар: идентификатор компьютерлік жүйеде тіркелген әрбір пайдаланушыны анықтайтын бірегей ақпарат. Ол сан болуы мүмкін және таңбалар тізбегі болуы мүмкін. Идентификация пайдаланушыға немесе нысанға оны тану үшін өзіне ғана тән атау немесе бейне беру. Аутентификация пайдаланушының немесе құрылғының шын екендігін тексеру, мысалы, пароль енгізу арқылы. Бұл жерде мысалдар көрсетілген: идентификация және аутентификация, авторизация. Яғни идентификация ол қандайда бір нөмір, таңбалар арқылы тұлғаны сәйкестендіріп тексеру. Аутентификация пайдаланушының шын екендігін тексеру, пароль немесе саусақ іздері арқылы. Міне осы екі идентификация мен аутентификация орын алған жағдайда, яғни дұрыс сәйкес болса, онда авторизация болады. Яғни сіздерге барлығы ашық түрде, қолжетімді түрде ашылады. Идентификациялау процесі идентификациялау пайдаланушы желіге кіру барысында орындалады. Пайдаланушы өз идентификаторын хабарлайды, жүйе оның базасында бар жоғын тексереді. Тексеру сәтті өтсе, келесі кезең аутентификацияға өтеді. Атрибутивтік тәсіл, яғни идентификациялаудың екі тәсілі бар. Атрибутивтік тәсіл ол адамға рұқсатнама, жетон, кілт немесе пароль беріледі. Биометриялық тәсіл адамның физикалық сипаттамалары, яғни саусақ ізі, көз торы, бет пішіні қолданылады. Бұл ең сенімді әдіс болып саналады. Биометриялық аутентификацияның жүктелуі статистикалық әдіс болып, яғни физиологиялық тұрғысынан, және динамикалық әдіс, мінез-құлықтық. Статистикалық әдіс саусақ іздері бойынша, алақан пішіні бойынша, көздің нұрлы қабығы мен торы бойынша, бет пішіні, яғни 3D модель арқылы, және ДНК бойынша. Динамикалық әдіс, яғни мінез-құлық қалай таниды, яғни қолтаңбасы бойынша, пернетақталық қолтаңба, дауысы бойынша және жүріс-тұрысы бойынша. Аутентификация түрлері: парольдік жүйе. Пароль арқылы аутентификациялау ең көп таралған әдіс. Пайдаланушы тек өзіне ғана мәлім құпия сөзді енгізеді. Сенімділік: пайдаланушы аутентификациядан бір рет өтсе, жүйенің барлық ресурстарына рұқсат алады. Назарларыңызға рахмет.